Балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күштерді қосу, Ньютон заңдары және бүкіл әлемдік тартылыс заңында қарастыратын боламыз. Сабағымыздың негізгі мақсаты балалар Ньютон заңдарын түсіну және қорытқа күшті анықтау. Біз балалар массаның не екенін білеміз, 7-ші сыныптан бері. Массаны m әрпімен белгілейміз, оның өлшем бірлігі бар болатын. Жалпы масса дегеніміз ол дененің инерттілігін сипаттайтын негізгі физикалық шама болып табылады екен. Массаның өлшем бірліктері көрсетілген, оны біз білеміз. Күш ол денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын негізгі физикалық шама болып табылады. Күштің белгіленуі F әрпімен белгіленеді, өлшем бірлігі Ньютон болатын. Күштің бағыты бар, сол себепті ол векторлық шама болып табылады. Күшті динамометр деген құралмен өлшейміз, оны да білесіңдер балалар. Яғни дененің басқа денелермен әрекеттесуі оның жылдамдығының өзгеруіне әкеледі. Күш денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын негізгі физикалық шама. Күш сан мәнімен де, бағытымен де сипатталатын болғандықтан ол векторлық шамаға жатады. Динамометрдің үлгілері, балалар, түрлері: қарапайым динамометр, кәдімгі біздің өзіміздің зертханалық жұмыста қолданатын динамометр. Мынау қол динамометрі, тарту динамометр. Күш негізінен тәуелді, күштің шамасына, бағытына және күшті түсіру нүктесіне тәуелді. Сызбаларда күш бағытпен бейнеленеді, ол күштің әсер ететін жағына қарай бағытталады. Күштің бірнеше түрімен танысыңдар, балалар, 7-ші сыныптан бері. Міне, күштің түрлері: бүкіл әлемдік тартылыс күші, салмақ, серпімділік күші, үйкеліс күші, ауырлық күші, тіреудің реакция күші, жіптің керілу күші, Архимед күші. Осылардың барлығы күштің түрлеріне жатады балалар. Және де әрқайсының белгіленулері әртүрлі, ережелері әртүрлі, бірақ бұлардың барлығының өлшем бірлігі күш болғандықтан Ньютон болады. Денелердің құлау себебі неде, балалар? Не себепті жерге құлайды денелер? 21-ші ғасырда, балалар, жұлдыздар мен ғаламшарлар туралы түсінік әлде қашан өзгерген. Бірақ 21-ші ғасырдың алдында 3 ғасырдан астам уақыт бұрын адамдар аспан денелері өздерінің заңдарымен қозғалады. Ал жердегі денелер өзінің белгілі бір ережесіне бағынады деп есептеген болады. Барлық әлем үшін бірыңғай заңдардың орындалатыны туралы шындықтың ашылуына Исаак Ньютон деген ғалым өте көп үлес қосқан екен. Ол 1665 жылы әлемдегі барлық денелер арасындағы тартылыс күшінің табиғаты бірдей деген болжам жасаған екен. Бүкіл әлемдік тартылыс күші заңы бойынша әлемдегі барлық денелер бір-біріне массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал арақашықтықтарының квадратына кері пропорционал күшпен тартылады деген тұжырымда болған. Енді балалар, бүкіл әлемдік тартылыс заңының формуласы көрсетілген. F тең үлкен G m1 көбейту m2 бөлу r квадрат. G дегенді біз білеміз, гравитациялық тұрақты, оның мәні 6,67, оның минус 11 дәрежесі, Ньютон метр квадрат бөлу килограмм квадрат. m1, m2 дегеніміз сәйкесінше екі дененің массалары, r дегеніміз дененің массалар центрін қосатын арақашықтық, яғни екі дененің арақашықтығы массалар центрін қосатын. Өлшем бірлігі метр. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, Ньютонның тартылыс заңы немесе кез келген материалдық бөлшектер арасындағы тартылыс күшінің шамасын анықтайтын заң. Осы заң бойынша екі дененің бір-біріне тартылатын күші осы денелердің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, жаңағы арақашықтықтың квадратына кері пропорционал деп айтып өттік. Еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуін біз барлығымыз 9-ші кластан нақтырақ білеміз.
бүкіл әлемдік тартылыс күшінің бір көрінісі денелердің жердің центріне тартылу күші. Бұл күшті ауырлық күші деп те атайды. Және де осы ауырлық күшті есептеген кезде балалар ауырлық күші дегеніміз жердің денені тартуы салдарынан өзара әрекет ететін гравитациялық күш қой. Яғни гравитациялық тұрақтының орнына біз G арқылы белгіленетін еркін түсу үдеуі деп аталатын негізгі физикалық шамамен жұмыс жасайды екенбіз. Еркін түсу үдеуінің балалар жердің бетіндегі мәні 9,8 метр секунд квадрат екенін білесіңдер. Және де мына жерде әртүрлі планетада еркін түсу үдеуі неше екендігі көрсетілген. Бұл жерде де еркін түсу үдеуінің мәні көрсетілген. Бүкіл әлемдік тартылыс заңының байқалуы жаңа айтып өттік ауырлық күші болып табылады. Егер жердің үлкен М жердің массасы болса, R3 деп отырғанымыз оның радиусы болатын болса, кішкентай m ол берілген дененің массасы болса, онда оның ауырлық күші G үлкен m көбейту кішкентай m бөлінген R3-тің квадраты. Яғни мына жерде G үлкен m бөлу r квадрат дегеннің орнына балалар біз еркін түсу үдеуін алуымызға болады екен. Бұл еркін түсу үдеуіне тең болады екен. Яғни жердің массасын, жердің радиусын алып, гравитациялық тұрақтыны қолданып, осы өрнекте орындасақ, 9,18-ге жуықтаған мән шығады екен. Еркін түсу үдеуі экваторда 9,780 метр секунд квадрат. Сол сияқты полюстерде 9,832 метр секунд квадрат болады. Яғни орташа мәнін балалар 9,8 метр секунд квадрат деп ала берсеңдер болады. Немесе кейбір есептерде негізінен бейнеленген көрсетіліп тұрады. 9,18 емес, жоқтап 10 метр секунд квадрат деп ала берсеңдер болады деп айтылады. Дененің салмағы дегеніміз ол жерге тартылыс әсерінен дененің оны еркін құламас үшін ұстап тұратын тіреуге немесе аспаға түсіретін күшін атайды. Бүкіл әлемдік тартылыс заңымен түсіндірілетін құбылыстар балалар. Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалысы, жердің жасанды серігінің қозғалысы, баллистикалық зымырандардың ұшу траекториясы, жерге жақын денелердің қозғалысы, денелердің жерге құлауы, тасу және қайту, сарқырамалар, қол сөмкесінің ауырлығы, жер атмосферасының болуы тағы сол сияқты. Ауырлық күшін және айтып өттік. Яғни жер бетіне жақын орналасқан кез келген материалдық бөлшекке әсер ететін күш. Ауырлық күшін F кішкентай индекс төменгі жағында A әрпімен белгіленеді. Ауырлық күшінің дене массасына қатынасын G деп белгілейміз, ол еркін түсу үдеуі. Ауырлық күші дене массасына тура пропорционал екендігін формуладан көруге болады. Және де өлшем бірлігі ньютон екенін білеміз. Салмаққа тоқталдық және ауырлыққа де тоқталдық. Тіреудің кері әрекет күші. Тіректің реакция күші дегеніміз тіректің денеге әрекет ететін серпімділік күшін айтамыз. Міне сәйкесінше балалар көрсетілген. Тіректің реакция күші, бағыты көрсетілген, орналасуы көрсетілген кез келген дененің. Дененің өзі жанасып тұрған бетке жанасу бетінде перпендикуляр түсіретін күшін нормаль қысым күші деп атайтындығын балалар білесіңдер 7-ші сыныптан бері. Және де нормаль қысым күшін N әріпімен белгілегенбіз. N тең болады жаңағы ауырлық күшінің формасы сияқты mg формасымен шығарылады екен. Үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің 3 түрі бар болатын: сырғанау, тыныштық, домалау деген. Бір дене екінші дененің бетімен сырғанаған жағдайда сырғанау үйкелісі пайда болады. Доңғалақтардың айналу жағдайында домалау үйкелісі пайда болады. Ал егер денелер бір-біріне қатысты тыныштық қалпын сақтаса, онда тыныштық үйкелісі туралы айтылады екен.
үйкеліс күшін есептеу үшін нью F үйкеліс деп белгілейтінбіз, F төменгі жағында индексті үйкеліс деп қысқартып жазатынбыз. Мю көбейтілген n. Мұндағы мю сырғанау үйкеліс коэффициенті, немесе кез келген үйкеліс коэффициенті, тыныштық үйкеліс коэффициенті, тағы сол сияқты домалау үйкеліс коэффициенті, жалпылама алғанда үйкеліс коэффициенті. N дегеніміз күш болатын. Формулалардың барлығын балалар дәптерімізге жазып аламыз, сызбаларды да сызып аламыз. Деформация, серпімділік күші және гугзаң. Деформация дегеніміз ол дененің өзінің пішінін немесе өлшемдерін өзгертуі болып табылады. Деформацияның екі түрі бар болатын: серпімді және серпімдісіз, яғни серпімді және пластикалық деген. Дененің деформациясы дененің әртүрлі бөліктері әртүрлі орын ауыстырғанда ғана пайда болады екен, балалар. Серпімді деформация дегеніміз күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дененің пішіні немесе көлемі қайта қалпына келсе, ол серпімді деформация. Ал егер керісінше күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дененің бастапқы көлемі, пішіні өзгеріп кететін болса, бастапқы қалпына қайтадан келмейтін болса, ол пластикалық деформация деп аталады. Созылу, сығылу, бұралу, майысу, ығысу деформациялары да бар екенін білесіңдер, балалар. Деформациялаушы күшке қарама-қарсы бағытталған күш серпімділік күші деп аталады. Қарама-қарсы бағытталған күш, балалар. Мына жерде көрсетілген, бағыттары да көрсетілген. Және де серпімділік күшіне байланысты негізгі заң ол Гук заңы, балалар. Гук заңының формуласы F тең болады К көбейту дельта X немесе дельта L деп алсаңдар да болады. Мұндағы К деген серіппенің қатаңдығы, өлшем бірлігі ньютон бөлім метр. Ал дельта X дегеніміз ол өзгерісі, яғни серіппенің ығысуы, бастапқы мәннен соңғы мәнін азайтқанға тең. Серпімді деформацияның шамасы түсірілген күшке тура пропорционал. Яғни дененің деформациясы неғұрлым көп болса, серпімділік күші соғұрлым көп болады. Гук заңы серпімді деформация үшін ғана орындалады екен, балалар. Осыны есімізде сақтаймыз. Гук заңы деформация шамасы аз болған жағдайда ғана орындалады. Деформация шамасы едәуір көп болғанда бұл заң орындалмайды. Ал тіпті үлкен деформацияларда дене серпімділік қасиетін жоғалтады. Яғни пластикалық деформацияға өтіп кетсе, ол Гук заңы орындалмайды екен. Мына есептерді конспектінің барлығын жазып болғаннан кейін шығарамыз, балалар, дәптерімізге. Салмақ. Салмақты жаңа айтып өттік. Тірекке немесе аспаға түсірілген күш. Салмақ. Салмақты П әрпімен белгілейміз. Салмақтың өлшем бірлігі де ньютон. Салмақты басқаша қысым күші деп те атауға болады екен. Салмақтың, балалар, егер жоғары қарай үдеумен қозғалған жағдайда жағдай түрін қарастыратын болсақ, онда асқын салмақ құбылысы орын алады екен, және де ол жерде формула П тең М, жақшаның ішінде А қосылған Ж формуласы орындалады екен. Дене шеңбер доғасы бойымен жоғары қарай қозғалатын болса, үдеуді центргетартқыш үдеу формуласын алып, үдеудің орнына формула өзгертуге болады екен. М В квадрат бөлу Р қосылған Ж деп. Салмақсыздық жағдайда, яғни төмен қарай бағытталса дене, немесе еркін төмен құласа, салмақсыздық қасиетіне ие болады. Ондай жағдайда, балалар, салмақты есептеу үшін М, G азайтылған А формуласын қолданып есептер шығарады екенбіз. Сәйкесінше үдеудің орнына В квадрат Р'ді қойсақ, төмендегі формуланы қолданады екенбіз. Яғни дене шеңбер доғасы бойымен төмен қарай қозғалса. Үдеу болмаған жағдайда горизонталь жазықтықтағы дененің салмағы ауырлық күшіне теңеседі екен.
Архимед заңымен де 7-ші сыныпта танысқансыңдар балар, иә? Сұйыққа батырылған денеге осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең ығыстырушы күш әрекет етеді. Яғни Архимедтің өзінің аңызы бар болады, иә, естеріңде болса. Архимед заңы бойынша кері ығыстырушы күшті FA деп белгілейміз балар. Ро С G В Д деп жазылады форма. Ро С дегеніміз ол сұйықтың тығыздығы, өлшем бірлік килограмм бөлім метр куб. G еркін түсу үдеуі болса, В Д деген ол дененің көлемі, өлшем бірлік метр куб. Бір түзудің бойындағы күштерді қос. Тең әсерлі күш. Денеге әсер етуші бірнеше күштердің қортқы күші тең әсерлі күш деп аталады. Күштер егер бағыттас болатын болса, біз ол күштердің қортқы күшті табу үшін оларды қосындысын алады екенбіз. Егер денеге қарама-қарсы бағытталған екі күш әрекет ететін болса, онда олардың тең әрекеттік күші көбірек түсірілген күш жағына қарай бағытталады және осы күштердің мәндерінің айырмасына тең болады екен балалар. Міне жаңағы бағыттас болса, қосамыз деген мысал. Бір-біріне бұрыш жасайтын күштерді қосу түрі көрсетілген. Мынау мысал. Күштердің бағыттары көрсетілген болар. Міне тең әрекетті күш әртүрлі бағытта болса, осылай қосындыларын алсақ та болады. Яғни балалар, сонымен егер екі күш бір бағытта әсер етсе, оларды қосады екенбіз. Ал қарама-қарсы бағытта әсер етсе, оларды азайтамыз. Ал егер арасындағы бұрыш 90 градус болса, Пифагор теоремасын қолданамыз. Ал егер басқа да кез келген бұрыштар үшін біз мына төмендегі формуланы қолданады екенбіз. Мына есептердің барлығын дәптерімізге шығарамыз, маған WhatsApp-тан жібереміз балалар сосын. Енді балалар, ең негізгі Ньютонның бірінші заңы. Ньютонның бірінші заңымен де балалар сендер таныссыңдар. Яғни инерттілік заңына негізделген. Қозғалыстағы дене өзінің бір қалыпты түзу сызықты қозғалысын немесе бастапқы тыныштық күйін басқа дене әсер еткенше сақтап тұрады. Бұл Ньютонның бірінші заңы екен. Яғни бұл заңда формула жоқ, яғни инерттілік заңы орындалады екен. Ньютонның екінші заңы. F күшінің әсерінен дененің алған А деуі осы күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал. Яғни А тең болады F бөлу М, теңдігі орындалады екен. Ньютонның үшінші заңы. Денелердің әсерлесу күштері жағынан денелердің әсерлесу күштері шамалары жағынан тең, ал бағыты жағынан қарама-қарсы бағытталған дейді. Яғни F1,2 тең болады минус F2,1 формуласы.